кәдімгі екенін көрсетеді. Ал жігіттер дайынбыз ба? Шабуға дайынбыз ба? Ал қанекей Серген ортаға тастаймын. Кім қазандыққа көп салады екен байқайық. Ал басталды. Ал талас, Серкеге таласындар, қазандыққа салуға таласындар. Шап, алыңдар, шап. Шабыңдар, алыңдар. Алыңдар, беттен күніне бірін беріңдер. Бүйтіп қағыл тақырға қолына қалдар. Шап. Қазандыққа тастасаңдаршы. Тастаңдар, кәні, Алинұр таста. Тимур, давай, Тимур, давай, ап. Кәнекей. Нұрғиса, қолдан бермен атты. Аттарына қамшы салыңдар, жігіттер, кәнекей. Берсеңдерші бірлеріне берің. Командаларға тұрыңдар, бүйтіп таласқан болмайды. Қазандыққа салу керек қаны. Ешқандай ұпай алынған жоқ екі топта да. Кәнекей, топ өзінің қатарында тұрсын. Балалар, Серкені алғаннан кейін бірімізден біріміз жұлып алып қазандыққа салуымыз керек. Шарты сондай. Кім қанша рет қазандыққа Серкені салады, сонша ұпай, сонша сыйлық алады. Кеше шартымызды білесіңдер ғой балалар. Қаны, бастаймыз. 1, 2, 3 қазандыққа. Салдар, шаба сен намысты оған берме. Қолдар кәнекей, шықларына қарыштауындар кәнекей. Ой, жарайсыңдар. Қыран тобы кәнекей бір ұпайға ие болды. Кәнекей басын теңестіріп көрейікші. Тағы мүмкіндік берейік жігіттерге қазандыққа салуға. Кәнекей, ал шабыңдар жігіттер. Шабыңдар. Намысты қолдан бермеңдер, қазақтың жігіттері намысты қолдан бермеген. Қазандыққа салыңдар. Кәнекей, кән, Мұрадовтың салыңдар, жібер. Салыңдар, қазандыққа сал, Тимур. Кәнекей, сал. Ой, жарайсың, өте тамаша. Кәне, қыран тобымен Тұлпар тобының басы теңесті. Жарайсыңдар жігіттер. Әрдайым өстіп қазақтың салт дәстүрін дәріптеп, жылқыға мінуді үйреніп, шауып жүре беріңдер. Ал ата-аналарды қол шапалақ жасап жіберіңіздер олдарға. Мынау сіздердің уақыттарыңыз. Біздердің балалардың шаршаған уақыты бар. Программамыз өте ұзақ еді. Күрестеріміз бар еді. Жаңағы ойындарымыз бар еді. Мына жерде мынандай болып кеткен екен, кішкене программамызды